Мінекей мен жаңа шықтым, мына повесткамен мені шақырған санитарлық эпидемиологиялық мекемеден қалалық. Маған хаттаманы толтырған полиция болып шықты, сынақ дүкені емес. Масқарасы сонда екі жақтан да арыз болған, менен де арыз алған, менен де видео жазбаларды алған. Масканың енді режимін мен бұзған болсам, олар бұзған. Мен өйткені бұзған деп есептемеймін өзімді, өйткені менің немде енді шүберек болса дағы мейлі қандай матадан да регламенттелмеген болды. Олардың адамдары менің видеоға түсіп қалған егінде енді болды. Аузы ашық, мұрны ашық деген сияқты. Мен тым болмаса аузым мұрным жауып болды. Мен білмеймін, стресста тұрғанда мүмкін тек аузым жауып болды, білмеймін, есімде жоқ. Әйтеуір мінекей, мынау тікелей Сқақовтың тапсырмасы, прокурордың тапсырмасы, бүкіл Павлодар өңірінің, Кереку өңірінің билігінің тапсырмасы, тұқыртыңдар Рузаны, тіл деген жағы ашылмасын, барынша ашылмасын. Сымақ деген компания, ол 1,5 жыл бұрын мені қуып тастаған видеом бар менің. Сосын Чормановқа хат жазғам, олар керісінше мені 145-ші баппен қудалаймыз деген мен тіл үшін қорған менде тек қана видео ғой. Соным үшін мінекей осындай масқара қитұрқылық, осындай дискриминация маған болып жатыр. Мына шовинистердің, мәңгүрттердің ғана емес, маған бүкіл Керекудің билік механизмынан маған тұқырту, маған дискриминация, маған осындай қалай. Әйтеуір сондай изгой. Маған әйтеуір менен өш алушылық, мемлекеттік тіл үшін осындай өш алушылық болып жатыр бүкіл Кереку өңірінен. Өйткені басқаша түсіндіре алмаймын, неге полиция жауапқа тартты. Тек қана бірақ жақты. Онда оларда видеоматериалдар да болды, оларда менің айтқаным да болды, оларда мен толтырған не болды, арыз болды, оны көрген адам болды. Солай бола тұра, олар тек қана мені тартты жауапкершілікке.